Амансыздар ма оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Татулықтың бәрі де түсінуден, тыныштықтың бәрі де қанағаттан. Жеке тұлғаңды дамытатын қадамдар. Сені сатып кеткен адамға оралма. Менсінбейтін адамдардан алыс бол. Амандасқанда тұрып, құрмет көрсет. Мақтану үшін өміріңді құрбан етпе. Әрқашан дамудың жолын ізде. Сенің артыңдағы адамдарды қорға, алдыңдағы адамдарды құрметте. Сұраққа бірден жауап берме, ойлан. Жақсы қарым-қатынасқа жалынба. Шақырылмаған жерге баруға сұранба. Қандай себеп болса да жақсы киін. Адамның бәрі мінсіз болса, бірін екіншісімен алмастыру оңайға түсер еді. Бір пенденің мінін өзгеге телей алмайды. Себебі әр адамның ешкімге ұқсамас, тек өзіне тән міні бар. Ұлдың күні күн емес, атадан мал қалмаса, ата малы пұл емес, баста ақыл болмаса. Сыннан қашудың бір ғана жолы бар. Ештеңе айтпа, ештеңе істеме, ешкім болып қал. Ешқашан мен оны жақсы танимын деп айтпауым керек екен. Әр адам жаңылыстырады. Бауыр менен өтеді балдай уақыт, оған жетпес еш байлық таудай жақұт. Бір бауырдың болса дағы қорғанышың болғаны қандай бақыт. Мен қорқыппын өзгенің өсегінен, кір іздеген кіршіксіз кешегімнен. Атынан құлады деп күлген екен, күнде құлап жүргендер есегінен. Болмаса адамдығың, бес тиын мамандығың. Адамдардың сені жақсы көруін уайымдама. Себебі адамдардың жүрегі аумалы төкпелі. Бүгін жақсы көрсе, ертең жек көреді. Сондықтан уайымың адамдардың жаратушысы сені қалай жақсы көретіндігің болсын.